Оң қол. Төлен Әбдікұлы. 2 бөлім. Мен ауруларға рецепт жазылған кітапшаны аудара отырып, көзімнің қырымен сестраны аңдудамын. Сестра шымылдықпен қоршалған процедура кабинетіне кіргенде, сумкамды ала-сала жүгіріп басып, Алманың бөлмесіне кіріп кеттім. Алма төсегінде кітап оқып отыр екен, менің түріме үрейлене әрі таңырқай қарады. «Мә, тез киін», дедім сумканы алдына тастай беріп. «Мен 3 рет қатты жөтелгенде бөлмеңнен шық та төмен түсе бер. Ұқтың ба, тез». Мен бөлмеден жылдам шығып, орныма келіп, бұрынғыша рецепт кітапшасын алып, бет алды ақтара бердім. Сағатыма қарап қоямын. Неше минутта киініп болуы мүмкін, деймін ішімнен дегбірсізденіп. 2 туфли 1, 2, көйлек 3, 4, 5 жарайды. 6, көзілдірік 7, бітті ғой, киініп болды ғой. Жарайды, тағы азғантай уақыт. 1, 2, 5 минут өтті. Мен процедура кабинетіне кірдім. Сестра ине қайнатып тұр екен. Барымша қатты 3 рет жөтелдім. Сестра таң қалып бетіме бажырая қарады. «Апай», дедім жанына тақай түсіп. «Бір үлкен шаруам болып тұр. Қызыма барушы едім, 2-3 сағатта ораламын. Аяқ астынан ештеңе бола қоймас. Алманың есігін ашпаңыз, мен келгенше. Ұйықтап жатыр». Сестра жер жотаға келсе де әлі қартая қоймаған, күлімдеген жүзінен жастықтың қызығынан кезінде құр қалмаған адамның нышаны байқалатын әйел еді. «Өз еркіңде ғой», деді өткен бір қызға есіне түскендей жымыңдап. «Маған несіне айтасың?» Мен алма шығып үлгермедім екен деген күдікпен тағы да сестраны таң қалдырып, мелшиіп бостан-босқа біраз тұрдым. Сонан соң әлде уақытты өткізе түсу үшін сестраны таң-тамаша қалдырып, «Рахмет» деген сөзді не үшін айтқанымды білсем бұйырмасын. Ежелеп әрең айтып болдым да бұрылып кабинеттен шықтым. Төмен түссем, басқыштың бұрышында шашын омырауына түсіріп, қара көзілдірік киген Алма төмен түсуге бата алмай тұр екен. Мен Алманың қолтығынан ұстаған күйі басымды кекірейте ұстап, шығар есікке беттедім. Артымыздан: «Мынаның бір өзі кірмеп пе еді, қызы қай жақтан кіріп кеткен?» деген сөзді екеуміз де естідік. Сыртқа шыққанда август айының түнгі самалы тынысты кеңейтіп, еркіндікке, оңашаға шақырғандай қуанышты, әуей сезім әкелді. Мен көзімнің қиығымен ұрланып Алмаға қарай бердім. Талдырмаш денесіне көкшіл көйлек құйып қойғандай жараса қалыпты. Бет-жүзін жабыңқырай түскен қап-қара шаштары мен көзілдірігі әйел пішініне қалыптасып үлгермеген шыбықтай әсем тұлғасына түн ішінде ерекше бір құпия беріп тұр. «Көйлегің дұрыс па?» дедім, дұрыс екеніне көріп келе жатсам да. Алма бетіне түскен шашын кейін қарай сілкіп тастады да, баланың мақтаныш білдіргендей бір түрмен бойын керіп, маған қарап жымиып қойды. Содан кейін еңкейіп аяғының басына қарады. «Ептеп қысады», деді. «36 размер ғой», деп ақталдым мен. Троллейбусқа отырдық. Таныс біреудің көзіне түспес үшін Алманы көлегейлеп теріс қарап тұрдым. «Сенің туысқандарыңның бірі көріп қалса, масқара боламыз», дедім құлағына сыбырлап. Мен оның туысқандарын бұлай қойғанда басқалардың да көргенін қаламадым. «Жарайды», деді Алма. Бірақ түрінен онша мән бермегендік байқалмайды. Тіпті осыдан бәлендей масқара ештеңе көрмей тұрғаны сезіліп тұр. Паркке келіп түстік. Мен қараңғы бұрыштармен жүрмек болып едім. Алма ашық алаңмен өтуді қалады. Жолдың екі жағына өскен алқызыл гүлдер кешкі сәулемен құлпырып діріл қағады. Жазғы сахнадан шуылдаған оркестр үні келді. Алма көңілдене бастады. Мен қолымды жұп-жұмсақ алақанмен қысып қойды. Кинотеатрдың тұсынан өте бергенде: «Киноға кірейік», деді тоқтай қалып. Жүрегім сарқ ете қалды. Бірақ Алманың алдында қорқынышымды сездіргім келмеді. «Кірсек кірейік», дедім жан-жағыма алақтап. Киноға билет аларда да, кірерде де, залға еніп отырғаннан кейін де менің көзім әлде біреулер көріп отырған жоқ па деген күдіктен арыла алмай айналаға жалтақтаумен болды. Ақыры кино басталды. Адамның ішін пыстыратын, әрі талай рет қойылған ескі фильм екен. Адамдар да аз жиналыпты. Мен киноны көрмедім десем де болғандай. Қара көлеңкеде экранға сүзіле қарап, қимылсыз отырған Алмадан екі көзімді ала алмадым. Мен оның көзіне қараған сайын бүкіл қиялымда жүрген сұлулықтан Алманың әлдеқайда артық екенін сездім. Айтып беруге келмейтін ең бір құпия, беймәлім әсер, сұлулық әсері.
өзіміздің бүкіл моралімізді адамның тән сұлулығынан жан сұлулығын жоғары қоюға негіздесек те, өмірде сол тән сұлулығымен бетпе-бет келіп қалған кезде өзіміздің әлгі қағидамызды қалай бұзып кеткенімізді білмей қаламыз. Өз еркімізбен ақылы аз болса да сұлу әйелдерге үйленуге дайынбыз. Бірақ ақылға бай, көріксіз әйелдерге жолағымыз келмейді. Санамызды жабайы инстинкт секілді бір әуей күш жеңіп кетеді. Біз ең осал жерінен қолға түсіп, тырп ете қалмай қалған аңға ұқсаймыз. Ендеше сұлулықтың да әлі зерттелмеген, немесе біле тұрып айтқымыз келмейтін бір сырлар болуы әбден мүмкін. Мен Алманың тізесінің үстінде тұрған қолынан ұстадым. Жүрексінгеннен алақаным терлеп кетті. Алма жымиып, қолымды құп-құрғақ жұм-жұмсақ алақанымен қысып қойды да, менің түрімде кісі таңғаларлық бірдеңе бардай, баданадай көздерін кең ашып аңтарыла қарады. Кинодан шықтық. Алма көңілденіп сөйлей бастады. Кинода неге ылғи сұлу әйелдер ойнайтынын түсінбеймін, деді қолын жайып. Сұлу емес әйелдер жұртқа үлгі бола алмай ма? Олардың бойынан жақсы қасиеттер табуға болмайды ма? Жақсылықтың терең тамыры сұлулықта, өйткені тіршілік тәннен басталады. Ал сұлу адамдардың ақылсыз, жаман болып шығуы өмірдің күрделілігінен, қиындығынан, алғашқы тепе-теңдіктің жиі-жиі бұзылуы. Балмұздақ жегім келеді, деді ол менің сөзімнің аяғын күтпей. Балмұздақ кездеспеді. Екеуміз қаракөлеңкеге қойылған арқалығы жоқ жайдақ орындыққа отырдық. Маған гүл жұлып берші, деді кенет бетіме тесіле қарап. Менің оның осынша қисынсыз талабын қалай ұғарымды білмей дағдарып қалдым. Қазір, дедім де, қорқып тұрғаныма қарамастан орнымнан тұрып гүл алаңына беттедім. Бұл біздің үлкен қателігіміз болды. Алақандай болып қауыз ашқан қып-қызыл гүлдердің екі талын жұлып алып жиекке шыққанымда, бері жүріңіз деп саусағымен іліп алып тұрған портфелі бар қалқан құлақ милиционерді көрдім. Мен жалтақтап Алма отырған жаққа қарай бердім. Бері дедім ғой мен сізге, әлде тағы біреулеріңіз бар ма? Жоқ, дедім зәрем ұшып. Бөлімшеге. Сіз неге көріп тұрып ысқырмайсыз, дедім мен ыза болып. Сіз әдейі жолсын деп тұрсыз. Өйткені сізге біреуді ұстау керек. Милиционер бір сәт аңтарылып жауап бере алмай қалды. Содан кейін мені әдейі сайқымазақтықпен айтып тұр деп ойлаған болуы керек. Тақай бере жеңімнен ұстады да, дөрекілеу жұлқып қалып, бөлімше тұрған жақты иегімен көрсетті. Бөлімше ішіне кіргенде аздап есімді жидым. Көп болса штрафын төлеп құтылармын, дедім ішімнен. Заңнан білетін азғантай заңдарымды еске түсіріп. Кәне документтеріңіз, деді телефонның құлағында отырған егделеуі мені көргенге қуанышты жандай көңіліне дауыстап. Осы кезде бөлмеге Алма кіріп келді. Мен инфаркт болуға сәл қалдым. Бітті енді, дедім ішімнен үміт атаулыдан күдерімді үзіп. Бір сәттің ішінде өзімнің дәрігерлік атқа сай емес, қылмысты әрекеттерімен бүкіл ауруханаға, дәрігерлерге, қыздың ата-анасына, қала берді бүкіл қала халқына әйгілі болған масқара күйімді елестетіп үлгердім. Бірақ Алманың келуі жағдайды мүлде өзгертіп жіберді. Алманың сұлулығы отырғандардың бәріне бірден апиын сорғандай әсер етті. Телефон құлағында отырған егде милиционер де, мені ертіп келген қалқан құлақта, формасыз жай киінген жас жігітте ызғарлы жүздерін жылытып, мүлде өзіміз секілді қас-қабағы түсінікті, ет сүйектен жаралған кәдімгі адам қалпына келді. Бәрінің көздерінен, я отырыңыз, шаруаңызды айтыңыз, көмекке біз дайын деген секілді құп ниет сезілді. Алма өз үстемдігін жақсы сезінетін, кәдімгі тәжірибелі сұлу бикештердей маңайына жымия көз тастап, менің қасыма келді де қолымен шашымнан сипай ұстап. Мен кінәлімін ағай, деді милиционерге. Мен әдейі жұмсап едім, гүл жұлып бер деп. Неге, деді қалқан құлақ қатаң дауыспен. Бірақ түрі жымиып, әшейін әзіл екенін білдіріп тұр. Әдейі, деді Алма қайталап. Әдейі, мені сүйем екен деп. Менің бойымда тоқ соғып өткендей болды. Охо, деді телефон құлағында отырған егделеу милиционер. Мінекей қазіргі жастар, қандай ашық мінез. Жігітті солай сынауға бола ма, деді формасыз жігіт. Бұл қоғамдық тәртіпті бұзу. Жігітті басқа жерде сынау қажет. Кешіріңіз, деді Алма мені сол қолымен қапсыра құшақтап. Бір жолға кешіріңіздер. Әйтпесе жарайды, мені ғайыптаңыздар. Жарайды. Қыздың алдында жігіттің беделін түсірмей-ақ қояйық. Милиционерлер де тас бауыржандар емес айналайын. Бәріміз де жігіт болғанбыз. Мә, егде милиционер маған паспортымды ұсынды. Рахмет. Сыртқа шыққаннан кейін парктің қақпасына жеткенше бір-бірімізге тіл қатысқан жоқпыз.
гүл жұлып берейін бе дедім тоқтай қалып, ыза болып тұрғанымды жасыра алмай. Алма қолымды алып жұмсақ қолтығына қысты. Болады енді деді ілгері тартып. Маған ештеңенің қажеті жоқ. Таксимен қайттық. Әлде қалай көше шамдары сөніп қалды. Ай ақ бұлттардың ар жағымен зымырап барады. Аурухананың ауласындағы отырғыштардың тұсына келгенде Алма алға оза берген мені тоқтатып, өзіне бұрды да мойнымнан құшақтай алды. Мен ерніме жұп-жұмсақ дымқыл ернінің тигенін сездім. Құдай-ау, не деген жұп-жұмсақ нәзік ерін. Мен Алманың талдырмаш денесін құшақтап бауырыма бастым. Содан кейін сәбиді иіскегендей жұп-жұмсақ бет-аузына бетімді үйкеп демін жұттым. Әлде бір жан қиюға болғандай рухани тазалықты сезетін секілдімін. Бірақ ол Алманың бойынан тапқан тазалығым ба, өз бойымның тазаруын сезінгенім бе, ол арасын толық айырмадым. Ішке кірдік. Алма тең жартысын қара көзілдірік жапқан бетін шашымен бүркей түсіп, мені қолтықтап алды. Екінші қабатқа кірер есіктің алдында Алманы тоқтаттым да өзім ішке ендім. Сестра процедура кабинетінде жоқ екен. Тез бөлмеңе бар деп сыбырладым Алмаға есікті қайта ашып. Алма бөлмесіне кіріп кетті. Іле сестра да келді. Сен бе едің деді маған жымиып. Өзгеріс жоқ па? Жоқ. Мен Алманың палатасында отырамын дедім халатымды киіп жатып. Бүгін приступ болуы мүмкін. Сосын ғылыми күнделігімді алдым да сестраға көз қылып түк байланысы жоқ түсініксіз сөздермен толтыра бастадым. Сестра дәрігерлік жұмысқа жан тәнімен берілген менің қазіргі түріме сүйсіне қарады. Мен палатаға кіргенде Алма киімін ауыстырып төсегіне жатып үлгерген екен. Орта құпиялары бар балалардың бір-біріне көз жасап күле беретін секілді, мені көрген бетте Алма көзімен әлгі есіңде ме дегендей мойнын ішіне тыға жымиып күліп жібермес үшін қолымен аузын басты. Күнделікті әдетіммен кереуетінің жиегіне отырып қолынан ұстадым. Ол да күндегі әдетінше құп-құрғақ жұмсақ алақанымен қолымды қысты. Мүлде емін-еркін. Мен оның көзқарасынан, бүкіл болмысынан ескен ғажайып жылы ағында жаныммен сезініп балқып тұрдым. Ұйықта. Сен ше? Мен сені күзетіп отырамын таң атқанша, өмір бойы. Алма көзін жұмды. Демалысының желігіне қарап көңіліндегі толқуды сездім. Менің ойларым сан-саққа бөлінді. Маған мынау өзім күнде көріп, көзқашты болған күнделікті тіршілік аяқ астынан өзгеріп кеткен секілді. Немесе осы тіршілікке өзім тұңғыш тап болып тұрған тәріздімін. Бірақ мен өмірге мән беретін, сән беретін біздің өзіміздің жеке бақытымыз екенін, бізге сырттан ешқандай сәуле келмейтінін, тіршілікке маңайға сәуле төгіп, жылу шашатын адамдардың өздері екенін кейінірек түсіндім. Өзімнің ішкі жан дүнием әдемі сәулелер шығара бастап еді. Мені қоршаған бүкіл қауым орта тіршілік құлпырып сала берді. Алманың науқасын есіме алдым. Оны емдеу мәселесі дәрігерлік міндет қалпынан табан астында өзгеріп, енді тек өзім үшін жанын сақтап қалу деген төтенше сезімге ұласып кетті. Бір қызығы сол түн оң қол ешқандай әрекет жасаған жоқ. Алма менің көз алдымда жорта ұйықтап жатқандай, көзі сәл ашылған күйі таң атқанша тырп етпеді. Түстен кейін жұмысқа меңгеруші келді. Жасы 40-дарға келген, мінезі шадарлау, арық, көсе кісі болатын. Менің ұйқыдан қажыған түрімді көріп, немене әлі түнгі кезекшілікті ешкімге бермей жүрсің бе деді. Оның сөзі сұрақтан гөрі менің ісімді құптамайтын ризашылық секілді бірдеңеге ұқсайды. Сондықтан мен сәлематсыз ба дегеннен басқа ештеңе айтпадым. Фанатизм жоқ жерде ұлылық та жоқ деп көсемсіді ол. Сізбен сөйлесетін маңызды бір шаруа болып тұр. Қандай шаруа? Айрықша бақылаудағы Бірімжанова Алманың жағдайы өте ауыр. Тезірек амал жасау керек. Қалай, деді меңгеруші көздерін жыпылықтатып орындыққа отыра беріп. Қазір ауру кризис үстінде. Қызды қатерлі приступтан құтқару үшін оң қолдың саусақтарын, болмаса тіпті тұтастай өзін операциямен алып тастау қажет. Мен өзімнің бұл пікірімді меңгерушіге бұдан бұрын да айтқан болатынмын. Сондықтан ол бұл ойдың өзіне жаңалық емес екенін білдіріп, кіржиіп жауап бермей біраз отырып, ол былай ғой дей берген. Жоқ дедім тағы да сол өзіме беймәлім өлермендікпен. Ол менің бетіме таңырқай қарады. Содан кейін жүзімнен әлде бір маңызды бірдеңе ұққандай болып үндемей қалды. Мен мінекей бірнеше ай бойы қатарынан көз жазбай бақылап келемін дедім, жүрегім дүрсілдеп, дегбірімнің қашып тұрғанын сездірмеуге тырысып. Басқа ешқандай амал қалған жоқ.
Егер олай жасамасақ, осы 2-3 күннің ішінде қыздың өзін өзі өлтіріп тынатынына кепіл боламын. Меңгерушіге әсер ету үшін осы сөзді айтуын айтсам да бойымның әлденеге дір ете қалғанын, әлгі сөзді бекер айтқанымды түсіндім. Кейде адам тағдырына кездейсоқ, қапияда санаңнан тыс айтылған сөздердің әміршілік ететіні бар ғой. Түсінемісіз, басқа ешқандай амал жоқ. Меңгерушінің үндемей қалғанынан сөзімнің құлаққа кіре бастағанын сездім. Сіз операциядан кейін қызды құлантаза жазылып кетеді деп ойлайсыз ба? Деді маған көзінің қиығымен қарап. Мен олай деп үзілді-кесілді айта алмаймын. Бірақ біз ең алдымен адамды бүгінгі ажалдан алып қалуымыз керек. Ертеңгісін содан кейін көреміз. Сіз маған сеніңіз. Мен аурудың қасында күндіз-түні болып, азабын қатар көріп келе жатқан адаммын. Меңгерушінің кіржиген жүзі жұмсара бастады. Ата-анасының келісімінсіз бәрібір ештеңе істей алмаймыз, деді сонда да келісе қоймай. Ата-анасы емес, алдымен өзінің келісімі керек. Әрі-беріден соң қалай болса да жасау қажет. Өйткені аурудың жағдайын олардан гөрі біз, оның ішінде мен жақсы білемін. Жарайды, деді меңгеруші маған тура қарап. Бірақ ертең обходта өзім қарап шығамын. Содан кейін кеңесейік. Жүрегім лүпілдеп қоя берді. Мен сол сәтте-ақ ертеңгі обходқа дейін операцияға Алманы қалай көндірерімді, меңгерушінің алдында қалай болып көрініп, сұрақтарға қалай жауап беру керек екенін үйрететінімді елестетіп шықтым. Бірақ оған бұл жайды қазір айтқым келмеді. Түнгі ұйқысына кесел болар деп ойладым. Ертең ертерек кіріп бәрін түсіндірем. Аурулар тыныш мезгілден кейін сағат 5 шамасында сыртқа серуенге шықты. Мен Алманы беседканың ішінде кітап оқып отырған жерінен таптым. Бетіме қарап күлді. Көзің қызарып кетіпті ғой. Әшейін ғой. Бар да ұйықта. Ештеңе етпейді. Ештеңе етпейді емес, ұйықтайсың. Сен не, менің тілімді алмайсың ба? Мен Алманың бетіне қарадым. Тағы да оның жанарынан ескен жанға жайлы, ғажайып, жылы ағынды сезіп тұрмын. Неге алмаймын? Дедім маңайындаларға естірте күліп. Қашан алмадым? Ендеше бар да ұйықта, деді Алма түсін қайтарып. Бүгін жақсымын, ештеңе етпейді. Үйіңе бар, таңертең келесің ғой. Таңертең айтатын бір маңызды шаруа бар. Иә, таңертең айтарсың. Мен Алманың бөлмесіне барып, киім салынған сумкамды алдым. Кешкілік ұзақ уақыт ұйықтай алмадым. Меңгерушінің көне қалғанына таң қалдым. Өзін өзі өлтіріп тынатынына кепіл боламын деген сөз есіме түсті. Бәлкім осы сөз әсер еткен болар, әйтпесе кесіп алса қан шықпайтын кесір адам ғой. Алманы алдымен оң қолының саусақтары жоқ күйінде, одан кейін тұтас бір қолы жоқ күйінде көз алдыма елестеттім. Түк те жоқ, керемет сұлу. Қыстыгүні пальтосымен жүргенде тіпті білінбейді. Протез салдырамыз. Сол қолымен жазып үйренеді. Жоқ, тіпті ешқандай протез салдырмаймыз. Сол жалғыз қолмен-ақ бүкіл халықтың көзінше көшеде жүруге болады. Оны жасыруға болмайды. Соңғы шешім өзіме қатты ұнады. Дәл солай жүру менің жүрегімді шынайы таза сенімге, жылылыққа бөлейтін секілді. Өмірдегі сәттілік өте сирек нәрсе. Ол жұрттың бәріне бірдей жете бермейді. Бірақ ең үлкен жалғыз сәттіліктен кейін қалған сәтсіздіктің бәріне де төзуге болады. Қиыншылықты жеңудің ең үлкен бір құралы төзім. Төзе білсең, барлық азап атаулының жүзі мұқалып, майырылып өтпей қалады. Мәселен, біреу мойныңа 10 килограмм тас байлап қойса, 20 килограмм тас байланбағанына шүкіршілік қылып, жаңағы күйіңді бақытты халге айналдырып жіберуге болар ма еді? Әрине болады. Сондықтан қазір қандай ауыр жағдайдан да әлгі жолмен құтылып кетуге болады. Ол үшін тек тіршілік керек, тірлік керек. Қол деген немене? Қол деген түк емес. Рас, дүниенің бәрі адамның қолымен жасалады. Бірақ зұлымдық адамның қолымен жасалмай ма? Зұлымдық жасайтын қолды тез кесіп тастамаса болмайды. Тез кесіп тастау керек, тез. Мен таңертең ерте ояндым. Кешегі оқиғаны, түнгі ойларымды еске алғанда ұйқым бірден шайдай ашылды. Таңертеңгі асымды шала-пұла ішіп ауруханаға келдім. Сыртқы қақпаның күзетшісі әлі ұйықтап жатқан болар деп ойлап қағуға оқталып едім, бірақ ашық екен. Есік алдында әлдеқандай машина тұр. Ішке кіріп, екінші қабатқа көтерілгенде қызметке менен де бұрын келген әлдекімдердің дабырласқан дауыстарын естідім. Мен шкафтан халатымды алып кидім. Әлдеқайдан меңгерушінің қарлыққан дауысы шықты. Бұл неге ерте келген? Шошып қалдым. Жоқ, түк те жоқ. Обходқа дейін бәрібір араламайды. Оған дейін үлгеремін ғой.
пердемен бөлінген кабинеттен сестра әйел шығып телефонға жармасты. Мені көріп басын изеді. «Анда бардың ба?» деді телефон номерін айналдырып жатып. «Қайда?» Сестра менің бетіме таңырқай қарады да трубкасын қоя салып, «Ана қыз өліп қалды ғой» деді ақырын ғана. Жүрегім аузыма тығылды. Демім бітіп жағамды ағыттым. Әлгі сөзді естіген сәтте көңілімнің түкпірінде осы жаманатты білгендей, осылай боларын сезгендей бір түйсік пайда болды. Біліп ем ғой, осылай боларын сездім ғой. Өзін-өзі, япыр-ау, өлтіріп тынатынына ұйып қалған шекемді ұстадым. Кепіл боламын. Мен екем ғой өлтірген, мен ғой. Бөлменің ішіне қалай кіргенім есімде жоқ. 3-4 дәрігер бар екен. Төсекке шалқасынан жатқан Алманы көрдім. Аузынан тіл шығып, көзінің қарашығы төңкеріліп кеткен, түрінен қатты қиналғаны көрініп тұр. Жақындап келіп білегін ұстадым. Суып кетіпті. Тамағында көкпеңбек қолдың ізі. Оң қолы кеудесінде жатыр. Өлгеннен кейін ажыратқан болу керек. Кепіл боламын. Өлтіріп тынатыны. Айттым ба дейді біреу ішімнен. Айтқаным келді ме? Мен жыламауға тырыстым. Есірік күйде. Болды енді, холодильникке апару керек дедім дауыстап. Не айтып тұрғаныма өзім түсінбей. Кешке өлікті ата-ана салып кетті. Келесі күні жерлеуге қатынастым. Ол әңгімесін аяқтап сигарет тұтатты. Сыра ішіңіз дедім ұзақ үнсіздіктен кейін. Сөзді басқа бірдемеге аударғым келді. Бірақ ауа райының ыстықтығынан да, газет бетіндегі саяси хабардан да, қарсы бетте отырған бикештердің түр сипатынан да әңгіме өрбімеді. Сырасы ескілеу екен дедім, түсіп қалған этикетканың жазуына үңіліп. Ол үндеген жоқ. Ашық кафе ішінде сыра іздеушілер қаптап кетті. «Рұқсат етіңіз» деді даяшы қыз лангет пен шанышқы пышақтарды алдымызға қойып жатып. Содан кейін сыралардың аузын ашты. Мен өзімнің пышақ ұстап тұрған оң қолыма үрейлене қарадым.